Рейхан Сунаның туған күніне арнап торт пісіреді. Жавидан ашуланып тортты аударып тастайды. Туған күнге бармайсың деп аузына келгенін айтады. Рейхан, кейде сіздің жүрегіңіз таспа деп қаламын деп айтады. Бұны естіген Жавидан үстіне су шашып кетеді. Рейхан бөлмесіне келіп, туған күнге не киіп барамын, жоқ бармаймын деп отырады. Жемре естіп тұрады. Сунаның туған күніне дайындық болып жатыр. Жемре бәрін өзі ұйымдастырғандай болып масаттанып жүреді. Мереке Әмірге Сунаны туған күнін жасауға Рейхан көндіргенін, не болғанын бәрін айтып береді. Әмір жаман көзбен қарап тұрып қалады да Рейханға келеді. Дереу көйлекке тапсырыс беріп алдырады. Рейханға келіп көйлекті ұсынады. Жавидан мен Жемре Рейхан келмейді деп әңгімені соқтырады. Сол кезде Әмір мен Рейхан келе жатады. Рейханның әдемі көйлек киіп келе жатқанын көріп ауыздары ашылып аң-таң болып қалады. Екеуі тіке Сунаны келіп құттықтап орындыққа жайғасады. Барлығы дастарханға жайғасады. Суна Рейханның көйлегінің әдемілігін айтып мақтап отырады. Рейханға рахметін айтып отырады. Жемре ашудан жарылып кетердей болып отыр. Тамақтанып болған соң Рейхан торт әкелемін деп тұрады. Жемре, мен де көмектесемін артынан ереді. Бассейннің жанынан өтіп бара жатқанда Жемре сүрініп кеткендей болып, Рейханды бассейнге итеріп жібереді. Рейхан жүзе алмайтын еді. Жемре жемеде көмек сұрап, Рейхан батып бара жатады. Жемре, мынау жүзе алмай ма не деп таңданып қорқып тұрады. Не істерін білмей тұрғанда Әмір суға секіреді. Рейханды су астынан алып шығады. Рейхан ес-түссіз жатыр. Жемре, мен байқамай қалдым деп өзін ақтап тұрады. Әмір оның сөзін елемейді. Бар ойы Рейханда. Рейханға жасанды тыныс бере береді. Рейхан есін жинайды. Әмір оны құшақтап, болды бәрі артта қалды деп оны көтеріп алып кетеді. Жемре жарылып кетейін деп қарап тұрады. Бөлмесіне әкеп жатқызады. Сунаға не болғанын білдірме, туған күні бұзылмасын деп өтінеді. Және саусағындағы неке жүзігі түсіп қалғанын айтады. Түнде Әмір Рейханға кіріп қайталаңдап тұрады. Таңертең тағы кіреді. Шыққасын телефонмен хабарласып, мейрамханаға 2 адамға тапсырыс береді. Суна естіп қояды. Екеуі сөйлесіп тұрғанда оны қызметші тыңдап тұрады. Қызметші Жавидан ханымға айтады. Әмір мырза Рейханға тосын сый дайындап жатыр дейді. Жавидан Жемрені шақырып айтады. Жемре ашуланып отыр. Әмір Рейханға жаңа неке жүзігін сыйлайды. Жоғалған жүзігімнің орнына деп саусағына тағып береді. Екеуі кешке асқа бірге бармақ болады. Рейхан дайындалып тұрады. Әмір Рейханды көріп өзін аламай қарап тұрып қалады. Жемре келеді. Алдынан Суна шығып, Рейханның бетіне макияж жасап, ағаммен кездесуге дайындадым. Рейхан сондай сұлу болды деп мақтанып тұрады. Жемре ашудан жарылардай болып тұрады. Әмір Рейханның мойнына алқасын тағады. Жемре оларды сырттай бақылап, қызғаныштан есінен тана жаздайды. Жавиданға келіп айтады. Жавидан да олардың жақындасуына ашуланады. Көлікте келе жатқанда Рейханға біреулер қарап қалады. Оны көрген Әмір қызғанып терезені жауып қояды. Әмір Рейханды теңіз жағасына келеді. Екеуі жалаң аяқ жағажайда серуендеп жүреді. Жағадайда Рейханға романтикалық кеш ұйымдастырып, әуенге билейді. Әмір оған өте мейірімді болып, өлең оқып береді. Рейхан өзін бақытты сезінеді. Екеуі әуенге билейді. Бірақ Әмірдің ішкі ойы әлі де екі ойлы. Ол бір жағынан кетуді ойласа, екінші жағынан Рейханға деген махаббаты ашылып барады. Кеш аяқталғаннан кейін Әмір Рейханға барлық нәрсенің соңы болады деп ауыр сөздермен қорлайды. Ол Рейханның қолына үлкен сомада жазылған чекті көрсетіп, саған керегі ақшама деп дауыс көтереді. Рейхан не болып жатқанын түсінбей қалады. Сен көз жанармен жақсы алдайсың, үндемей құтыласың, бәрімізді алдап осыңа түсірмексің деп ауыр сөздермен қорлайды. Қолына чекті беріп, мынау сенің ақың деп береді. Аз болса тағы беремін деп кетіп қалады. Рейхан жалғыз отырып қалады. Әмір үйіне келеді. Соңынан Рейхан келеді. Екеуі тағы ұрсысып қалады. Әмір ашуланып шығып кетеді. Жавидан Рейханның бөлмесіне кіріп, сен менің ұлымға тең емессің деп кемсітіп мазақ етеді. Рейхан ешкіммен қарсы сөз айтпай, үнсіз көз жасын төгеді. Түнде Рейхан намаз оқып, Құдайдан көмек сұрайды. Ал Әмір болса, үйге қонбай, кеңседе түнейді. Таңертең Әмір үйге оралады.
Екеуі тағы сөзге келіп қалады. Ол Рейханға бұрынғыдан бетер ашуланып, сен сияқты адаммен бір ауаны жұту маған қиын дейді. Осы сөздерден кейін Рейхан шыдамай, үйден кетуге шешім қабылдайды. Жавидан Рейханның кетіп бара жатқанын көріп, сен менің ұлымды да, мүлкімді де тартып ала алмайсың. Әмір сенен бәрібір ажырасады. Пайдасы жоқ намасыңды алып, бұл үйден кет деп айтады. Рейхан көз жасына ерік беріп, үнсіз үйден шығып кетеді. Әмір терезеден оның кеткенін көріп қалады. Не істерін білмей тұрып қалады. Ал Жавидан мен Жемри Рейханның кеткеніне қуанып, енді Жемри Әмірді өзіне қарату жоспарын құрады. Осы уақытта Лейла Сонердің жұмыс ұсынысынан бас тарту үшін оның кеңсесіне келеді. Зафер Кемалға Сонердің қауіпті психологиялық ауытқу бар адам екенін ескертеді. Кемал алаңдап Лейлаға хабарласуға тырысады. Ал Сонер Лейланы жібергісі келмей, оған күш қолданып қылқындыра бастайды. Дәл сол сәтте Кемал келіп Сонерді ұрып, Лейланы құтқарып қалады. Қатты қорыққан Лейла Кемалды құшақтап алады. Әмір бөлмесінен шыға бергенде Рейхан кіріп келеді. Әмір таңданып қалады. Ол Әмірге өзіне не үшін ай тағып жатқанын түсінбейтінін, бірақ некесі үшін күресетінін айтады. Ол қандай қиындық болса да шыдайтынын, бір күні Әмірдің бәрін түсінетін жеткізеді.